Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде 7-ші сынып химия сабағының адам ағзасындағы химиялық элементтер бойынша жиынтық бағалаудың жалпы нұсқасын түсіндіретін боламын. Арнаға кіріп, плейлист батырмасын бассаңыздар, арнада бірнеше сабақтардың видеороликтер түсірілген, сонымен қатар ТЖБ БЖ нұсқалары бар. Арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Ал тапсырмаға көшетін болсақ, бізде 3 тапсырма берілген. Бірінші тапсырмада бізде органикалық заттарды қарапайым реакциялар арқылы анықтауға болады. Кестеде берілген ерітінділер арқылы анықталған органикалық затты және анықтау принциптерін жазыңыз депті. Енді реагентте бізде 2 реагент көрсетілген. Бірінші мыс сульфаты және натрий гидроксиді ерітінділеріне органикалық затқа біз нәруызды жазсақ болады. Байқалатын өзгеріс ол ашық күлгін түске боялады. Екінші бізде көрсетілген реагент ол йодтың спирттегі ерітіндісі. Органикалық затқа крахмалды алсақ болады. Байқалатын өзгеріс көк түс пайда болады. Екінші тапсырма бізде адам ағзасында кездесетін 2 элементті атап, олардың маңыздылығын сипаттаңыз деген. Адам ағзасында бізде бірнеше химиялық элементтер бар. Мысалға алатын болсақ, мыс, мырыш, темір, фосфор, кальций, калий, магний, йод, фтор, натрий, хлор, күкірт және тағы басқа. Осы химиялық элементтердің ішінен екеуін атап өтетін болсақ, йодты алайық, йод және фторды алайық. Йод бізде энергияның дұрыс жұмсалуын реттейді. Фтор сүйек пен тістің түзілуіне қатысады. Үшінші тапсырмада бізде тыныс алу үдерісін сипаттаңыз деген. Бұл жерде мен сіздерге суретті көрсететін боламын. Яғни тыныс жұтқан кезде бұл реакция түзетін заттар болады. Ал егер де тыныс шығаратын кезде бұл реакция нәтижесінде түзілетін заттар. Енді осылардың нәтижесінде бізде энергия сіңіріле ме, әлде бөлінеді ме деген сұраққа бізден бұл бөлінеді деген жауапты берсек болады. Яғни химия бойынша бізде БЖБ нұсқасını сіздермен бірге талдадық. Арнаға кіріп, тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді арнадан көргеніме қуаныштымын. Видеоны толықтай көргеніңізге рахмет. Ал келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.